Emetisizler mi bağlar? Қалдарың қалай? Балалар, мен сендерге шаттық шеңберіне шақырамын, иә, балалар? Бірінші сабағымызды бастамас бұрын кішкене бойымызды сергітіп алайық, иә, балалар? Бала баламыз, бақшаға біз барамыз. Күні бойы қызықтап, батамыз да қаламыз. Жарайсыңдар балалар, орындарыңа отыра қойыңдар. Кәне бала бәрі маған қарайшы. Бала қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінің күні қандай болады орайы? Салқын болады. Адамдар қалай киінеді балалар? Басымызға телпек киеміз, қолымызға не киеміз? Қолғап киеміз, аяғымызға не киеміз балалар? Етік киеміз. Әйтпесе біздер тоңып қаламыз, иә балалар? Балалар, бәріміз тақтан назар аударайықшы, тақтадан біздер ненің суретін көріп тұрмыз? Қай мезгілдің суретін көріп тұрмыз балалар? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде балалар не істеп жатыр? Ойнап. Не жасап жатыр балалар? Ойнағанда. Ақ қала жасап жатыр, иә? Мына балалар не істеп жүр? Шанамен сырғанап жүр, иә балалар? Балалар, енді мен сендерге жұмбақ жасырып кетіп тұр балалар. Жұмбақ шешуін табайық, иә бәріміз? Шелек қалпақ басында сәбіз еккен танауы. Қыста қардан туатын тауып көрші сен оны. Балалар, жұмбақ шешу не деп ойлайсыңдар? Аққала, дұрыс айтады. Мансұр, Аяна дұрыс айтады. Аққала жұмбағын шешу. Балалар, енді мен сендерге аққала туралы түсіндірме жұмысын айтайын, иә балалар? Балалар, аққала дегеніміз қардан жасалады екен, иә балалар? Мына қарды көріп тұрсыңдар ма? Неден жасалған аққала? Қардан жасалған. Балалар, аққала 3 бөліктен тұрады. 1, 2, 3 көріп тұрсыңдар балалар? Аққала 3 бөліктен тұрады. Бірінші біз аққаланың басына бас киім кигіземіз балалар, иә? Басына бас киім шелек кигіземіз, иә былай, иә? Содан кейін біз аққаланың мұрнын сәбізден жасаймыз балалар. Сәбізден жасаймыз, иә? Содан кейін аққаланың көзін біз неден жасап деп балалар? Тастан жасаймыз. Тастан. Содан кейін аққаланың ілгектерін қара тастан жасаймыз балалар. Балалар, енді мен сендерге ары қарай қазір мен аққала туралы сергіту сәтін жасап алайық балалар. Кішкене жұмысымыз ары қарата бастамас бұрын ортаға шақырам бәрінде, иә? Кішкене аққала туралы сергіту сәтін жасап алайық балалар. Орнымызға тұрайық, бәріміз қасымызға келейік. Апайдың қасына келе қойыңдаршы кел. Бәрі келе қойыңдар. Билеп тұрамыз. Аққала туралы құрастыру жұмысын беремін. Еркесінен құрастыра ғой, иә? Аянаға берейін. Сосын балалар, не сендерге енді аққаланы қарастырамыз. 3 бөлікке бөлінгенін қарастырамыз.
қарастырайық. Бірінші мынаны қоямыз. Екінші міне Аяна өте дұрыс жасады. Аққаланың уже бейнесін шығарды балалар. Көрдіңдер ме Аянаны, Мансұр? Аянаға қарап. Осылай қарастырамыз. Нұрисама балдaya қарап. Апай, енді тағы да. Мына телпегін, бас киімін. Апай. Емес, бірінші мынаны қоямыз. Сосын бәрін. Көрдің бе? Аяназдікі күшті шықты балалар. Еркелігі шыққан, қаршығанды жақсы жасаған, Аяна Айназдікі Аққаласы жақсы шыққан екен балалар. Балалар енді қайтадан бойымызды сергітіп алайықшы кішкене. Иә, балалар, орнымыздан тұрайық бәріміз. Орнымыздан тұрайық. Орнымыздан тұрып, бәрін ең басыма келе алайық. Қайдадан қосайын ба? Жоқ, жұмыстарымызды партамызға қоямыз, бәрін ортаға келейік балалар. Бәріміз, жоқ, маңға жақындамаңыз бала, кішкене арғы. Аула сырты баққада, тұрғызамыз аққала. Аққаланы айналып, би-билейміз шаттана. Отыра қойыңдар балалар. Балалар, біз бүгін не туралы өттік? Аққала неше бөліктен тұрады балалар, айтыңдаршы? 3 бөліктен тұрады балалар. Балалар қазір қай мезгілі? Қыс мезгілі. Балалар қыста біз қандай ойындар ойнадық? Шана азырғанақта. Біздер аққаланы неден жасаймыз балалар? Неден жасадық біздер аққаланы балалар? Қардан жасап дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, енді мен сендерге сабаққа жақсы қатысқандарың үшін мен сендерді смайликпен бағалаймын балалар. Бәріңіз жақсы сабаққа қатысқандарың үшін мен сендерді смайликпен бағалаймын балалар. Мансұр жақсы қатысты, Аяна, Нұрислам, Ерке де жақсы қатысты, Қаршыға да жақсы қатысты, Айназы жақсы қатысты. Балалар, бәріміз былай бетейік. Керемет деп айтайық балалар. Керемет. Сау болыңдар балалар.